ешқандай да тән емес. Өтіріктің құйрығы бір тұстан деген қазақ халқы. Өтірік айтқан жағдайда да ол барлығында соңында ашылмай қоймайды. Өтірік айтқан жағдайда ол соңында түбінде әйтеуір бір ашылады. Егер де сен шындықты айтпай өтірік айтқан жағдайда бәрібір ол өтірік сенің жаныңды мазалап, саған ешқашан да дұрыс ұйқы бермейді. Сондықтан да ең басында ешқашан да өтірік айтпау керек. Одан да шындықты айтқан жөн деп ойлаймын. Өтіріктің құйрығы бір ақтан деп қазақ халқы бекер айтпаған. Ол өтірікті айтқанмен де түптің түбінде ашылмай қоймайды. Осы өтірік айтудың кесірінен көптеген адамдар өзінің жақындарынан айырылып қалып жатады. Ал кейбір адамдар осы өтірікті шайырамал кеткенше дегенде олар өздеріне өтірікті кес кешіре қалады. Ал кейбіреулердің жүрегінде мәңгі өшпес жара болып қалады. Сондықтан да қанша қиындық болса да өтірікті айтпай адалдықпен жүрейік. Өтіріктің құйрығын бір ақтан дегендей өтірік айтқан ешқашан жақсылыққа соқтырмайды. Осы өтірік түптің түбінде өзі асылады. Және де осы өтірік айтудың арқасында көптеген адамдар өздерінің жақындарынан айырылып қалып жатады. Осы өтірік айтпай қанша қиындық болса да адалдықпен шындықты айтуы керек. Осы қысқада өмірімізде адалдықпен жүріп шын сөзімізді айтып кетейік. Жаман қасиет. Өтіріктің түбі бір-ақ тұтам деген екен атам қазақ. Қазіргі жастар өтірік айтуға өте жақсы. Шынымен де керек кезде өтірік айтуға болады. Бірақ бұны естіп өтірік айтуға бола бермейді. Назарларыңызда